Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Қытай тауарлары каналы. Бүгін мен сіздерге AliExpress сайтынан келген осы екі посылканы ашып көрсететін боламын. Сонымен бастаймыз. Видеомызды бастамастан бұрын сіздерге New Games каналына жазылуға кеңес беремін. Бұл өте жақсы каналдардың бірі. Бұл каналда міне қазір 9 подписчик бар. Бұл да екі видео бар. Бірінші видеосы міне GTA San Andreas Androidқа қалай жазуға болады, және екінші видеосы взлом ойындарды қай сайттан жазуға болады деген секілді. Бұл канал өте қызықты канал. Бұнда сіздер алға қарай летсплей және де тағы да әртүрлі үйрететін әртүрлі видеоларды көре аласыздар. Егер де осындай канал ұнаса, каналға жазылып тіркеліп, видеоларын көріп, лайк басып кетейік, сілтемесі төменде болады. Достар, бұл екі посылканың екеуі де ұзақ жүрді. Бір айдан асып кетті, 2 айға таяп қалып. Енді бірінші мынадан бастайық. Оның ішінде мен достарға ашып көрсетемін. Достар, міне бұл посылкамыздың ішінде осындай MP3 плеер. Бұл MP3 плеерді мен алдыңғы видеомда топ 5 AliExpress тауардан, AliExpresстен қандай тауар алуға болады деген видеомды көрсеткен болатынмын. Көрмесеңіздер, мына жерде басып көріңіздер. Бұл енді суретте көрсетілгенде үлкен секілді, бірақ бұл енді қолда мынандай кішкентай осындай. Қасында міне өзі бірге осындай проводымен келеді бірге. Басы USB, мына аяғы микро USB сияқты, бірақ басқаша екен. Микро USB я негізі. Әлде USB Type-C болуы да мүмкін, енді ажырата алмаймын ондай дұрыс. Басқа ештеңе жоқ ішінде. Тек осы бір тауар. Екінші посылкамызды ашайық. Ашып көреміз. Міне достар, бұның ішінде наушник осындай. Осындай міне наушник. Бұл наушниктің микрофонмен бірге осындай. Басы мына жері жұмсақ. Ақ түсіне тапсырыс берген болатын осындай. Дауысын білмеймін. Қазір бұл MP3 плеерде бар, екеуі бірге келген жақсы болды. Енді осы MP3 плеерге қазір флешка салып, бірден MP3 плеерді де және мына наушникті екеуін қазір бірге тексеріп көретін боламыз. Міне достар, мына флешканы салдым. Флешка міне мына жағынан салынады екен. Қазір қосып қараймыз. Не светогі жанды. Наушник салып қарайық. Наушниктің міне мына жағы жасап тұр. Қазір екеуін де тексеремін. Екі құлағы да жасап тұр наушниктің. Естіп тұрған шығарсыздар, екі құлағы да жасап тұр. Міне қазір дауысын көбейтіп көрейік. Міне екеуі де жасап тұр. MP3 плеерді жасап тұр. Міне өте ризамын, өте жақсы. Қорықпай тапсырыс бере берсеңіздер де болады, егер де алғыларыңыз келсе.
Өте арзан, бірақ бағасы арзан болғанмен де сапасы жақсы. Мына жерін былай ашып, киіміңізге қыстырып алып, музыка тыңдап жүре берсеңіз болады. Спортпен айналысқан кезде де былай көшеде музыка тыңдап жүрген кезде өте ыңғайлы бұл. Және бұл MP3 плеерді міне қазір не осы аяғымында салып, мына жағына USB-ге қосып, ноутбукқа, компьютерге де басынан вьюканы салып, тоққа қосып зарядтай берсеңіздер болады. Енді бұның бір зарядтаған бір 1-2 күнге жететін шығар. Менің ойымша өте жақсы тауар, екеуі де жақсы. Міне бүгінге осы наушник пен осы MP3 плеер. Егер де қандай да бір осы екеуінен тауарды алғыларыңыз келсе, сілтемелерін видеоның астына қалдырып кетемін, ала берсеңіздер болады. Бүгінге осы достар, сау болыңыздар.